Жоқ, мынандай сөздер бар да, мысалы орысша айтқанда, я ни разу ни одного дня в жизни я не работал ни на кого деген сияқты. Менде бар да осындай. То есть айлық не деген не екенін мен білмеймін жалпы. 27 жыл ИП ашып, студияны ашып, тек жұлдыздармен жұмыс істедім, музыканы жазып, әндер өңдеймін, мысалы киноға музыка жаздым. Жалпы көбісі білетін шығар, енді студия көбісі подвалда болады ғой. Иә. Подвалда. И получается сол 27 жыл подвалда отырып, тек осы ғой жұмыс, қолдармен құлақ болды, шүкір, слухпен. Мен негізі 8 жаста мен батям мысалы музыкальный школаға бардық. Болды балам, бұл сенің наны болады дейді да, все. И получается вот сонда 27 жыл студияда жұмыс істеп. Бір сөзінде айтатын ең ғой, Виктор ағамызға, әкеңді айтатын да, рахмет деп айтатын ең ғой. Рахмет, жалпы. Музыкаға берген үшін. Сол үшін зона комфорта дейтін, мен даже зона комфорта деп айта алмаймын, потому что менде айлық болған жоқ, мысалы. Бірақ бұл стабильності болған жоқ. Бүгін бар, ертең жоқ деген сияқты. Но тем не менее, менде мүмкіндік болған, мысалы, шетелге шығуға, мысалы. И это стандартный демалыс болған ғой. Енді қалай тастадым? Енді региональный директор ашқан кезде 2022-де, просто бір күні студияда шықтым, потому что уже региональный директор бұл үлкен жауапкершілік. Жалпы айтқанда, мысалы 250 адам дейтін, саған қарап отыр. Кәдімгідей, бәрін маған қарап, физически просто уже үлгермейсің да, мысалы. Осы студияны екіге бөлді, уже осы жерде инкрузис офисі, ана жақтан Беркут отыр, мысалы, и былай жүрдім ғой, то туда, то сюда деген сияқты. Осы жерде балдар отыр, ана жақтан жұлдыздар отыр. Физически уже үлгермеймін, сөйтіп шешім қабылдадым. Бір күні шықтым студиядан, өзіме айттым, болды, сен никакой, не композиторсың, Павел Ли емессің, қарапайым адам болып шықта, мынаны алып пісте. Просто осындай шешім қабылдадым. Сол үшін бизнес жайлы айтатын болса, мысалы, өте мықты мүмкіндік. Мысалы, қазір біздің Қазақстан бойынша 9 адам бар, долларовый миллионер, мысалы. 9 адам Қазақстан бойынша. Бәрі қыз, қыз. 9 миллионер, долларовый миллионер. Жалпы әлем бойынша біз бірінші орындамыз. Бірінші орындамыз. Неге жасамасқа, мысалы. Жалпы бұл бизнес жайлы мен 18 кітап оқып ұстадым. Потому что біріншіден бұл білім, әрине. Екіншіден бұл дубликация. Үшіншіден знание, былай айтқанда, знание. Мысалы, мен мақсат қандай, мен не білем, соны аламда, былай айтқанда, флешканы тығамда, знанияны аламда, білім. И өзім бірінші линияға, сосын екінші линияға, үшінші линияға беру дейтін. Сол ғой жалпы. Бізде көбісі университет, мысалы, біткен кезде диплом алады, болды, мен бәрін білем дейді. Бұл целый категория адамның бар да, мен білем дейді. Білем, бірақ істемеймін дейді. Осындай сөздер бар ғой, если ты такой умный, почему ты такой бедный деген сияқты. Сол үшін көбісі зона комфортада отыр, айлықтан айлық. Болды, карьера дейді ғой, карьерист деген сияқты. Бірақ өмір өзгерпейді. Каждый год одно и то же, день сурка дейді ғой, мысалы. Сол көбісі мән бермейді. Сосын қазір кредит деген бәле болды, Каспий Голд деген бәле болды, мысалы. Кредит алу оп-оңай деген сияқты. Беруді шешті. Сосын мынандай зат бар. Көбісі, мысалы, біздің жалпы біздің Қазақстан бойынша мақсат қандай? Бір 400 квадратты үй болса дейді, бір Land Cruiser 200 болса дейді. Осындай мақсат тұр көбісі. Сосын хозяйство болса дейді да. Сосын байлап ұстайды өзін. Не, шетелге шықпайды, ана менің үйгім қарайды дейді да. Сосын, мысалы, андай бизнес болады да, не деп айтады? Стандартный бизнес. Традиционный бизнес. Традиционный бизнес бұл, мысалы, продуктовый магазин ашқан кезде, бұл продуктовый магазин табыс алу үшін сен ана жақтан кәдімгідей ты там должен жить, былай айтқанда.
Ал бізде мысалы мен былтыр Америкада Багамский островада мысалы жаттым, пляжда жатып и каждый 10 число бізде айлық түседі ғой. Сол 10 числодан мен Багамский островадым, пляжда жатып демалып жатырмын и дың айлық түсті мысалы. Иә. Әдемі емес па мысалы? Или январьда мысалы қатты ауырып қалдым, үйде жатқам мысалы. Традиционный бизнес болса сен анаяқтан тоқтап қалады, дым болмайды мысалы. Ал бізде сол пассив дейсіз ғой. Пассив, иә. Бірақ көбісі айтып жатыр, сетевой маркетинг бұл пассивный доход. Бірақ пассивный доход шығу үшін сіз кәдімгідей ерінбей 2-3 жыл минимум кәдімгідей жұмыс істеу керексіз. Результат, нәтиже болу үшін. Сондай. Енді бір круиздағы бір қызықшылықтарыңыз болса, бір бөлісіп отырсаңыз. Круза историялар. Круиз бізде бір роскошный отдыхтың бірі ғой. Бір ғасырдан астам тарихы бар. Например, әлемнің тек қана 3% адамдар круизға отырған. Неге бұл круиз дамымаған? Например, неге бұл тек қана әлемнің байлар демалатын болған? Өйткені бұл өте роскошный отдыхтың бірі. Сол үшін круизға бардыңыздар бәріңіз. Қандай ерекшеліктері, қандай қыз, жоқ, сіз Марат аға бастасын, Марат аға айтсын. Мен енді сендер сияқты 6-7 рет барған жоқпын. Мен ең бастысы, мен отбасын бағып шығардым да. Отбасын, келіншегімді, ұлымды. Ұлым мысалы Қытайда Гуанчжоуда оқып жүрген IT мамандығы, бірақ іште сақтап жүрген өзінің арманы болыпты да, Жапонияны көру. Мен үйге, есіңде ме, Паша? Круиз брондағаннан кейін алып келіп Жапонияға барады десек, мән берейді да маған. Ойнап айтып жатқан шығар. Алдына тастаған кезде қуанғанын көрсең баламды. Бұл сенбеген ғой еще, Тимка ма? Иә, Тимка. Вообще маған басында мен кірер кезде осы инкрузқа маған негативті бірінші айтатын сол балам еді ғой. Папа, бұл лохотрон. Иә деп. Кірмеңіз. Кіреді да, ютубтан кіреді да, неше түрлі жазады ғой біздің. Соны оқып алып тойып алады да, соны. Сонда мен ешкімге берілмей істедім ғой сонда. Қазір мен де қатайын, бір тиімді жерін айтайын. Мен өзім 100% тегін круизге шығамын да мысалы. Жолдасым 2 ұлым инкруиз компаниясында. 4-іміз бір отбасынан 4-іміз. Егер лохотрон болса, инкруиз тиімсіз болатын болса, мен не аламын? Ай сайын $300 төлеп отырып үшеуіне. Көрдің бе? Оларды өздері көзде жет. Темірлан жаңа Жапонияға барып келгеннен кейін енді от болып жанып жатыр ғой. Қазір сабағын бітірсе, болашақ может жұмыс жасап кете ме екен. Көреміз қазір оқуын бітіріп оқып жатыр қазір. Мысалы, үлкен балам өзінің достарымен өз аккаунт пайдаланып жеке круизге шыға алады. Кішкентай балам бұйырса, кішкентай балам өзі шыға алады деген сияқты ғой. Лайнердің ішін айтыңыз. Енді лайнер енді айтып отырмын ба, сөзбен жеткізе алмайсың. Бірінші кіріп келгенде 400 метр ұзындығы, 22 этаж биіктігі. Енді судағы қала ғой, кәдімгі қала. Жаңа айтатындар айтайын, корабльден қорқамыз дейтіндерге. Мына стақан су құяды, кетіп жатқан корабльде діріл. Осылайда, мынандай да дірілдемейді ғой су деген. Көрдіңіз ба, качка ештеме жоқ. Жужжный газда жүрген үшін дыбыс та естілмейді ол жерде. Енді жаңағы мен қызықты айтайын, жаңа өзім 100 болып барған ғой. 7-8 ресторан, күн-түн істейтін шведский стол жаңа. Иә. Мен итак өзімде былай аппетит жаман емес жігітпін ғой. Сосын келіншегім айтады да маған, Мәке қарашы, саған қандай сүйсініп қарап жатыр дейді да жапондықтар. Қарасам, мынандай тарелка шүртитіп бірдеме, әңгіме қызып жеп отыр да. Менің алдымда 6 тарелка. Дәу 6 тарелка. Мен обастан балық жақсы көреміз ғой біз балық. Балықтың түр-түрі. Көк болсын, қызыл болсын, бәрі бар ғой, қуырылған бар дейсіз. Сосын жаңағы Малайзияның шеф-поварымен танысып алғам ғой. Муслим деп, ол да қуанып бәзіп, ет қанағат тұрған етті береді. Мен айтам, жоқ, былай жемейді мұсылман. Дұрыстап, 2 жағын қуырып береді. Өз бүйтіп әкеп беретін болды ба етті. Сіз 6 тарелка, 7-ші тарелка ет. Одан кейін жаңағы фруктыларың бар, десертің бар. Сөйтіп, ендігі айтайын да, үйге келгенде тараз қоссын. 1 грамм қоспаған. 1 грамм қоспаған. Жаяу талай жұрт қос. Иә, сосын корабльдің ішін айтып жатырмын да, 4 бассейн ше. Шықпадық қой, күні-түні бассейнде шомылып жатырмыз, дұрыс па?
мысалы сонда мен өзім ойландым бір зум болып келетін шығармын деп. Жоқ, бір келе қоспаппын да. Ішіндегі жаңағы бағдарлама деген қандай керемет. Нөмірінде жазылып тұрады ғой. Таң атысынан кешке дейінгі программа. Бүгін қай театрға барасың, қай рестораннан тамақ ішесің. Мына кішкентай балалармен барғандарға мүлдем керемет дүние істеп қойған ғой. Жастар өз демалсын деп, мысалы, балалар таңертең садикқа алып кетеді да. Сол балалар кешкісін рахаттанып келіп, таңертең бізді қашан алып кетеді деп. Кішкентай балаларға тіл білудің қажеті жоқ екен, мен бір түсінгенімше, мықты түсініп кетеді екен бір кішкентай балалар. Рахаттанып ойнап. Біз ғой жүрген жаңа кішкене мылқау сияқты жүрдік қой біраз. Сол үшін ағылшын үйреніңдер. Ағылшын тілі керек екен. Енді айта берсек көп пайдалы нәрсе. Ермек аға сізде ше? Жеңшем туған күн тойладық. Міне. Иә. 32 бала азамат бардық қой біз Қазақстаннан. Сосын как раз сол күні теңізде әдемі күн болды. Сонда айтып қоямын мен. Кешке бәрінде ресторанға шақырам деп қоямын мен. Шақырам деп бәрі тегін ғой ішінде. Қонақ қылам дейсіз ғой. Иә. Бәріміз кәсіп. той дейсіз ғой. Иә. Гитараны алып, домбыраны алып, сыбызғыны алып, кешкісін ғой бәрі өздерінің куәсіндер ғой енді. Керемет қой ол жерде. Айтпақшы, жаңа мына неден сұрақ қойып жататын болса, Тынық мұхитының үстінде адай күйін кім бірінші орында десе, алдарында отыр енді. Видео бар, бәріқтар куәсіндер ғой. Лайнердің үстінде Тынық мұхитында жүзіп баратқан кезде адай күйін ойнаған жалғыз қазақ Марат Жанғазинов тұрғызын да. 2083 жылы примерно тарих пәнінен сондай сұрақ келе ма? Сұрақ келіп қалды. Алматыда. Біле жүргіздер деп. Ағай атамыз бір оңдап тұрды. Енді Ерек өзіңде айта бер. Негізі бар ғой, мына қазір комментарий бір адамдар жазады. Көп жазатын біздің ер азаматтар біздің бар ғой, ер азаматтар. Біздің келіншектер, паке айтып жатыр ғой, келіншектер бізде көп деп. Сондай ер азаматтарға айтатыным, әйеліңді, бала шағаңды алып барсаң, бір рақаттанып демалады. Особенно әйелің, жан жарың бір апта тамақ жасамайды ғой. Сенімен бірге рақаттанып. Иә? Вот. Ыдыс жумайды. Иә. Кір жумайды. Тамақ жасамайды, демалады. Уже қаншама қаланы көрсетіп білесің, қаншама мемлекет көрсетіп білесің. Қызмет қылады дейсіз ғой. Содан кейін ол еркек көргеннен кейін ары қарай демеу жасап көмектеседі. Әйелі рангы жоғарылаған сайын оған жалақысы да көбейеді, и круиз да көбейеді ғой. Саяхат. Сол. Иә, айлығың көтеріліп келе жататын болса, өзі бағанағы круизің көбейеді, саяхатың көбейеді ғой. Жүрісің көбейеді ма? Ерекем күшті нені қозғап отыр, әйел адамды қалай жаңағы несін табу керек екен. Күйген сайын минусқа кетеді деген. Инсайт. Иә. Әйелдер не Әдейі айтып отыр ғой, әйеліме айтамын да, осыншама жасқа келіп жатсың, ең күшті өткен туған күнің сол корабльде ғой деп қоямын мен. Мен арқамда екен деп айтып отырмын ғой негізі. Сөйтсем айтады, бұл туған күн есте қалатын туған ғой. Бірақ дейді, романтикпіз ғой бізде. Бір рет мен жаңағы іс сапармен жүріп, сосын өзі Астанада тұрамыз ғой. 13-ші жаңағы қыркүйек қой. Айтпай самолетпен алыстан самолеттен ұшып келіп Астанаға. Сіз ба? Иә. Туда кешкісін обратно самолет билет бар. Ұшып келіп, мына ақ розаның үлкен букетін алып, телефонмен звондадым да, 10-ші этажда тұрады ғой. Паша болдың ғой үйде. Ағамай. Қайдасыңдар? Туған күні құтты болсын. Неге звондаймын, көтермей самолетпен ұшып келе жатқанмын ғой. Звондаймын, көтермейсіз, қайдасыз, отағасыз деп нетіп жатыр ғой. Айттым, кәні балалармен балконға шығыңдар деп қоямын ғой. Қалай дейді, балконға шығыңдар дейді. Кранмен көтеріп тұрса. Кран емес енді, бірақ балкон шығып, мен гүлімнен тұрмын ғой. Жүгірді ғой астына бәрі. Сол туған күнімді есімде қалды. Романтика жаңы орсы ғой романтика. Әлде де жүрді. Өнер адам болғасын. Содан кейін музык болғаннан кейін ән, күй, содан шабыт содан туады. Ағамай. Ағамай. Енді біздің ортаға негізі қосылуға асығу керек деп ойлаймын. Ертең неге осы уақытқа дейін, осынша уақытқа дейін байқамай жүре бергем деп міндетті түрде ойланады негізі келген адам. Сондықтан да қалай
жаңағыдай бір жерден көрдіңіз, болмаса біреуден естіңіз, біреу ұсынып жатыр, бірден қосылу керек осындай саяхатшылар ортасына. Саяхатшылар ортасы деген өте керемет қой, дамитын орта. Біздің командаға дейсің. Иә, Біздің командаға. именно біздің командаға. Саясат туралы ми ашты, бір-бірімен жарыспайды, сөз жарыстырмайды, негатив жазбайды. Даму ғой бұл жерде, даму. Тек қана саяхат қана емес, жаңағы білім алу, ағартушылық, адамдарға мүмкіндік беру. Рахаттан жүріп істейтін жұмыс қой мынау, сауап мол да. Өйткені сен адамдарға мүмкіндік беріп жатсың. Саяхатқа есік ашып жатыр сен арқылы адам ше. Қанша адамның көзіне от беріп жатсың. Сондықтан келіңіздер деп. Тамаша. Иә, енді не үшін адам саяхаттау керек? Және не үшін бізбен? Сол сұраққа мен жауап бергім келеді. Адам бір шыққан кезде бұл наркотик қой. Және кіммен шықтың? Соған да байланысты. Иә, сен егер де жақсы ортамен шығатын болсаң, ал жақсы орта ол біз жігіттер. Міне мынадай жігіттер жалпы инкрузте Орта Азияда жоқ. Дәл бізде бар. Именно біздің компанияда бар. Біздің командада бар деген керек та. Компанияда көп, халық адам көп, бірақ біздің командадағыдай позитивті ер адам, көшбасшы, ер адам, анау бәрібір ер жігіт бастаған ұйым болсын, ол ілгері жүретін нәрсе ғой. Иә. Сенімдірек, сенімдірек. Мысалға осы сияқты ағаларымыз сияқты адамдар тұрған кезде бұл өтірік немесе бір-бірді алдап кететін компания емес. Сондықтан барлықтарын шақырам. Келіңіздер. Номер астында жазылды десе. Өздеріңізді жақсы көріңіздер. Өзін жақсы көрген адам отбасын жақсы көреді. Отбасын жақсы көрген адам ол бүкіл Қазақстан елін жақсы көреді деген сияқты, отанын жақсы көреді. Иә. Сол үшін саяхат ол өмірімізді ұзартады, эмоция. Мынау өмірлік өзіміздің қағидамызды өзгертуіміз керек та. Ең бастысы. Енді өмірге бір рет келдік қой. Әрине. Басқа бір, мен всегда айтамын, басқа бір өмір болатын болса, мен бұл өмірде ешек сияқты жұмыс істейтін едім да, келесі өміріме капитал жинайтын едім да. Таңертең келеді, болмайды ғой деймін да, осы өмірде өсіп көріп қалмағанда, білмеймін енді. Қай кезде көреміз, дұрыс па? Мен, например, 70-ке келіп Геленваген мінгім келмейді. Қазір мінгім келеді. Мен 70-ке келіп 200-қа мінгім келмейді. Қазір мінгім келеді. Қазірден бастаңыздар. Өмір осы сәт. Инкрузды түсінбей жатсаңыздар, іздеңіздер, қараңыздар, оқыңыздар, тыңдаңыздар. Қалада 1000 презентациялар болып отыр, барбаңыздар, ешкім қуаламайды ғой. Иә. Зато нақты информация біліп аласыз да. Қойд саяхаттамасаңыздар, қойд кірмесеңіздер де, инкрузис компаниясы жайлы ақпарат біліп жүресіздер да. Тамаша. Мен де мына Ерекеңе қосылам. Негізі мына біздің Қазақстан Республикасында жаңалықтарда негатив көп, негативті көп тыңдайтын адамдарға осы позитив жағына шығу үшін саяхаттаңыздар деген келеді. Мына депрессияда жүрген кісілер бізге хабарласыңыздар. Біз сол депрессиядан қалай шығуды көрсетеміз да. Біздің ортаға шақырамыз. Мен курсқа шақырып отқан жоқпын. Бізге шақырып отырмын. Тамаша. Негізі өмірде бір кез келген нәрсеге бір жетістікке қол жеткізу үшін бірінші білім керек қой. Мен сіздерге айтамын, мына Паша бастаған біздің осы инкруз компаниясында бізде жаңағы аяққа нық тұрғызғанға дейін біз сопровождение дейді, біз жетелеп өзіміз сіздерді биікке аяққа нық тұрғанға дейін жетелейміз. Сосын мен өзім бір ұстаным бар өмірде. Бір рет тәуекелге бел буып, қалған өмірді бақытты өмір сүруге болады. Әне. Тағдырын өзгертіп жүрген. Иә. Жалғыз өзің емес, артыңа ерген адам бәрін тағдырын өзгертейін деп тұрсың ғой. Иә. Қазір рахмет, кейін рахметін айтады. Неге мені осы Пашаның өзі де жан досы 2 жылдан кейін тіркеліп тұр ғой, сонда айтады дейді. Сол кезде нақ мен қинап болсын кіргізіп жібермедім дейді. 2 жыл бұрын, дұрыс па Паша? Сол үшін қазір көбісі бұны түсінбесе де, бірақ санасына кейін сіңіріп алып, дұрыс шешім қабылдап біздің командаға қосылады деп ойлаймын. Осы мамыр айында дейді. Паша. 4 күн қалды деп қояйын ба? Мен айтатын не, мысалы, жалпы былай айтайын қысқаша. Біздің компанияға енді көп адам ұсынады ғой біздің компания. Бірақ мен былай айтайын да, бізде адам адамға келеді, мысалы. Тамаша. Адам адамға келеді, сол үшін адамды таңдаңыз. Екіншіден, біздің команда ең көп ер азамат команда. Сол үшін именно еркектер шақырайын, сосын
ертең сізден нәтиже болады деген сияқты 100% гарантия береміз. Өйткені біз обучение береміз, грамотно, толық нақты ақпарат береміз. Мысалы, көбісі адамдар білмейді, мысалы, әлі. Дұрыс. Сол үшін қош келдіңіз біздің командаға. Сәттілік баршаңызға. Сәттілік.